Бөлім су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Қайталау сабағы. Мақсаты өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау. Тапсырма орындау барысында негізгі туынды сын есімді анықтау. Бұл сабақта оқушылар тыңдалған мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге, өз ойын дәлелдеуге, ойын жазбаша жеткізуге үйренеді. Интернет ресурстарды пайдалан. Келесі бөлім бойынша бейне үзіндіге назар аудар. Жердің 70%-ын су алып жатыр. Тіршіліктің маңызды қайнар көзі болғандықтан, оның ластануы ғаламдық мәселе. Зиянды заттар өзенге, көлге және теңіздерге түскенде су сапасы нашарлайды. Бұл судағы тіршілік пен адам денсаулығына зиян тигізеді. Көп түрлер ластанған суда тіршілік ете алмайды. Сондықтан біз судағы жануарлар мен өсімдіктер арқылы ластанудың бар жоғын біле аламыз. Судың көп бөлігін адамзат ластаған. Ауыл шаруашылығында қолданылатын химикаттар су ластануының негізгі көзі. Фермерлер дақылдардың өнімділігін арттыру үшін оларға тыңайтқыштар мен пестицидтерді себеді. Бұл заттар жауын шашын түзген арналар арқылы табиғи су жолдарына жетіп, эвтрофикацияны тудырады. Эвтрофикация тыңайтқыштардағы азот, фосфор сияқты қосымша қоректік заттар су экожүйесінің тепе-теңдігін өзгерткенде пайда болады. Фитопланктон өсімдіктерге ұқсас микроскопиялық ағза. Олар бұл қоректік заттарды өсу үшін қолданып, тез арада көбейеді. Бұл суды балдыр басып кетуіне әкеледі. Балдырлар көмірқышқыл газмен қоректенеді, және олардың жоғарғы тығыз қабаты күн сәулесін бөгейді. Тыңдалым. Су тіршілік көзі. Мәтінді тыңда. Су табиғаттағы барлық тіршілік атаулының құрамына кіреді. Көптеген өсімдіктің 80-95% судан тұрады. Жануарлар мен адам денесінде де су көп. Су жер бетінде үнемі тынымсыз айналыста болады. Теңіз бен мұхиттардың, өзендер мен көлдердің бетінен су буға айналып, одан бұлт түзеледі. Ол жаңбыр немесе қар, бұршақ болып жерге жауып, қайта суға айналады. Сусыз тамақ піспейді. Сусыз тазалық та болмайды. Су жолымен жүк тасиды. Судың күшінен электр қуатын алады. Су біздің байлығымыз. Оған әр уақытта қамқорлықпен қарау қажет. Мәтінді өзің түсініп оқып шық. Мәтін не туралы? Су тіршілік көзі. Көрсетілген бейне үзінді және суретті мәтінді пайдаланып, жоспар бойынша мазмұндама жаз. Жоспар. Судың маңызы. Табиғаттағы су айналымы. Судың адам өміріне қажеттілігі. Қайталаймыз. Сын есім заттың көлемін, пішінін, дәмін, түр-түсін, сынын білдіреді. Қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейміз. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейміз. Ережені жаттап ал. Келесі тапсырма.
Төмендегі бейне үзіндіні тамашалай отырып, ішінен сын есімдерді тауып көр. Ойлан. Аспанның түсі көк, оны мен білемін. Жасыл біздің шөп, оны мен білемін. Түстермен таныса, әлем маған ашылды. Ақ сары көк, жасыл қызғылт, күлгін қызыл тоқ сары. Қызыл қызғалдақ, оны мен білемін. Ақ саңырау құлақ, оны мен білемін. Түстермен таныса, әлем маған ашылды. Ақ сары көк, жасыл қызғылт, күлгін қызыл тоқ сары. Раушан гүл қызғылт, оны мен білемін. Тоқ сары апельсин, албай алды күлгін. Түстермен таныса, әлем маған ашылды. Ақ сары көк, жасыл қызғылт, күлгін қызыл тоқ сары. Ақ сары көк, жасыл қызғылт, күлгін қызыл тоқ сары. Үлгі дәптермен жұмыс. Мақалды тауып, жаз. Шығармашылық тапсырма. Қарсы мәндес сын есімдерді толықтыр. Мысалы, жарық, қараңғы, ұзын, қысқа, көп, аз. Әрі қарай ауызша өзің жалғастыр. Үйге тапсырма. Жұмбақты көшіріп жазып, шешуін тап. Бүгінгі негізгі және туынды сын есімді қайталау сабағы бойынша өзіңді бағала.